бұл жігітте бір кездері қаншама қыздың ақ ханзадасы атанған еді. Және де қазіргі жағдай қандай екен? 2 жылда эстрадамызда көрінбей кеткен белгілі әнші сүйікті ұлдарыңызды шақырсам деп отырмын. Қайрат Түнтеков бүгін арнайы біздің хабарымызға келіп отыр. Қош келдің, Қайрат. Жағдайың қалай? Көрмегелі қанша болды? Саламатсыздар ма? Жағдайың? Көңіл күйі? Керемет өздеріңіз. Төрлете ғой, өзіңен қайлы. Қайрат көрінбейді, Қайрат немен айналысып жүр, Қайрат үйленді ме, Қайрат баяғы айыппұлды төледі ме, Қайрат былайша айтқанда сұрақ өте көп. Бірақ тақырып басқа сияқты. Тақырып басқа, бірақ бірінші сенмен. Қайырлы күн. Мынау осы бағдарламаның көрермендері. Енді біз жаңалық бізде көп. 2 жыл жаңа айтып жатсыз, 2 жыл жоғалып кетті. Енді әртүрлі жағдайлар болды. Бірақ мойымаймыз. Ең бастысы бір сөзбен айтқанда демалдым. Бәрінен. Негізі әйелдер 2 рет декреттік демалысқа барып келеді. Екіншісіне шығып жатады 2 жылда. Үйде жағдай сондай болған жоқ па әйтеуір? Жоқ. Ондай емес, Енді ішінекей қарамай спортпен де айналыстым. Кішкене өзімді алдап әйтеуір. Бірақ өзімді былай сезіндім де, енді өнерсіз қалай болады екен деген бір өзімді көрім келді. Тексеріп көрім келді. Қалай болады екен мен өнерде болмасам деген сияқты. Сөйтіп болмайды екен. Қызық жағдай екен. Өте қызық жағдай. Өнерсіз бір түрлі шығар, Енді ойладым ғой, бір бизнеспен айналысып көрем ба деп. Сөйтіп ем. Ол да болмады ма? Енді ол негізі жігітке жет өнер аз дейді ғой. Соған қарамастан, бірақ өнер бірінші орында. Жақсы, өнерге қайта оралған Қайрат Түнтековпен біз сұхбатымызды қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Қайрат Түнтеков бүгін ортамызда. Қайраттың біраз құпиясын білгіміз-ақ келіп отыр, бірақ кейбір сұрақтарға жауап бермейтін сияқты. Нақты айтсақ, қандай сұрақтар мазалайды, шаршатады, сұрамасын деп отырсыз? Көрермендерде хабардар болсын? Өмірімнен өткен, жаңағыдай, басымнан өткен. Жаңағы енді қиыншылықтар деп айтпаймын енді. Бірақ жаңағы оңай емес. Сынақтар, әрине осы тақырыптарды негізі жауып тастау керек. Өйткені 40 күн түрмеде отырғаныңды? Оның бәрін. Өйткені бұл 3 жыл бұрын болған нәрсе. Оның үстіне мен әрине де қазір шындықты айтатын болсам, шындықты айта берейін ба? Біз тек қана шындықты жақсы көреміз. Енді бұл тақырыпты мен қозғағым келмейді. Өйткені еркектің басынан не өтпейді дегендей бар. Оның үстіне бұны қазір мен ұмытып та кеткенмін. Ол 40 күн деген не? Мысалы. Біреу үшін 40 күн 40 жылмен сәйкес келеді. Енді біз оны да төтеп бердім ғой, мысалы. Оны да, мысалы, өтіп бердім. Намыс бар. Намыс. Намыс бар. Әрине де бұны мен қайта-қайта тыңдай бергім келмейді. Мысалы, менен де әр жерде жүрген кезде бәр жерде сұрайды менен. Соқыр намыс емес пе? Жоқ. Сенімдісің бе? Сенімдімін. Бұл жерде бұл тақырыпты айналып келе беретін болсақ, бұл жүйке тозып кету мүмкін да. Сондықтан мен ұмытылды, шешілді. Шешілді, ұмытылды. Мен де оған келгім келмейді қайттан, жақындағым келмейді. Позитивке көшейік. Аллаға шүкір, бәрі керемет. Әрине, Жұпар ханым. Бірінші Қайратты көргенде мен жаңа студияға келгенде қатты қуанып қалдым. Өйткені Қайрат біз үшін сол баяғыда қалай жарқырап шықты эстрадаға, сол бетінде, сол күйінде біздің есімізде қалдың, Қайрат. Сол күйінде жас болып көрініп жүрсің деп қойсаңшы. Жоқ, талантыңды айтамын да өзіңіздің. Сіздің жаңағыдай өткен бір басыңыздан өткен сынақтар, ол біз оны ұмытып кеттік, мысалы, көрермен ретінде мен сізге айтып отырмын. Ол болмаған да сияқты біз үшін. Сондықтан әрқашан біз сізді көруге қуаныштымыз. Жақсы, сұрақ мен негізі қойған жоқпын, өздеріңіз айттыңыздар бар шындықта. Сондықтан Ләйлә жабайық деген ба? Жабық, жақсы, сөз берем. Екінші сұрақ, үйленген үйленбегендікке байланысты. Мұны мен қоймасам, бәрібір көрермен де хабарласуы мүмкін. Біз тақырыпқа ақырын сіздің сол жауабыңыздан кейін ауыссақ па деп отырмыз кейіпкерімізге. Жоқ. Үйленбеді. Қарындасың бар ма, туған? Әпкең? Әпкем бар. Жас нешеде? 23
ай 20 деппін ғой қазір 38-ге келеді. Тұрмыста бала Тұрмыста шағалы. 4 бала шағасы бар. Қанша жасында шықты? Шамамен? Қанша жасында? Шамамен қазір айтам 38 болса қазір 28-дерінде шықты ау по-моему. Кештеу, иә, Кештеу шықты. Кештеу шықты, өйткені көп кездесіп жүрді да енді жігітімен. Біраз уақыт болады ғой кейде, мысалы 5 жыл жүріп қалады, 4 жыл жүріп қалады, 7 жыл жүретіндер бар мысалы. Сол сияқты ұзағынан жүріп қалды да. Бір-бірін мүмкін білген шығар, сынаған шығар, көрген шығар. Қандай да бір шарт қойылған жоқ қой, сенде міндетті түрде 2 дипломың болу керек. Жоқ. Міндетті түрде сен жоғарғы оқу орнын тәмамдағаннан кейін барып шығасың деген, сенің анаңның тарапынан. Жоқ. Болған жоқ. Болған жоқ. Негізінде әпкем өнерге жақындау еді. Фортепиано класын бітірді кезінде. Фортепианода жақсы ойнайды. Бірақ жаңағы әрине махаббатын кездестіргеннен кейін жездемді. Енді бұл сезім ғой енді. Бұл сезім болған кезде бас айналып жүреді дегендей. Әлі күнге шейін ұшып жүр ғой. 4 балаға қоймай қазір тағы 5-ші баланы да тумақшы. Қайрат, оны сен бір қорқынышты қылып айттың. Ол деген сезім дегенім ғой сол. Жақсы ғой, фортепиано жайына қалды. Бәрі жайына қалды ғой.